салаларды зерттеместен бұрын көркем әдебиетті толыққанды оқыған оқушы ғана мына нәтижеге жете алады. Көрдіңіздер ма? Енді осы жерде тағы айта кететін менің әдебиет. Біз мысалы бір шараға барады, яғни тектері, эпос деп, лирика, драма деп бөлдік. Эпостық шығарма, лирикалық шығарма, изелген, лирика, сезім, көңіл-күй, драма, кейіпкерлердің әрекеті. Бәріміз білеміз, осы әдеби оқу сауаттылығындағы тілдік дағдылар, оқылым, айтылым, жазылым, жаңағы айтылып жатқан тыңдалым. Осы 4 дағдыны біз тілдік дағдыларды сабағымызда пайдалана отырып, функционалдық сауаттылығын арттырады дейміз оқушылардың. Яғни қараңыздаршы, Ахмет Байтұрсыновтың осы шығармасы арқылы біз бір тапсырма береді екенбіз. Анықтама беріп жүргізуге болады екен. Екінші, мынау қандай тапсырма? Өлеңнің құрылысына тапсырма. Өлеңнің құрылысына тапсырма. Екі түсіндірме көтерілгесі сөздік жұмыстарын орындайды, яғни әрбір сөздің мағынасы. Келесі тапсырма бізде сұрақ жауап әдісі, яғни оқушы мәтін өлеңді толыққанды түсінгендігін біз осы сұрақ жауап әдісі арқылы кері байланыс алады екенбіз. Одан кейін барып келесі осы көңіл ырысалды ынтымақ, сен саларға мен салар, атқа жерді кім салар деп ауызбірлік ынтымақтың болмауынан жаңағы толыққанды тіршіліктің бітпеуі салдары деп оқушыларға осының бәрін оқушыдан біз кері байланыс алсақ, оқушының функционалдық сауаттылығын арттырғанымыз болып саналады екен. Нәтижесі, құрметті әріптестер, мінекей оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту, технологиясындағы тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым дағдыларын сабақта қолдану. Осы дағдыларды біз неге келеміз? Әдістеме арқылы орындатамыз, мінекей сабақта қолдану оқушының функционалдық сауаттылығын дамытады, алған білімдерін өмірдің түрлі жағдайында пайдалана алу мүмкіндігін түсінеді екен. Құрметті әріптестер, функционалдық сауаттылық дегеніміз берілген білімнің сапасындағы нәтиже екен. Рахмет тыңдағандарыңызға.